сізге тәуекелшіл болу керек. Егерде үй салам деп бассаңыз, үй алам деп ниеттенген болсаңыз, бірден жаңа жер алып, участка алып, қанша тиыныңыз бар, сонша кірсеп кету керек. Мен өзім есімде 1,5 миллион теңгемен ғана бастағам. Қазір есептеп қарасам, 22 миллион кетті. Ал 22 миллион осы уақытқа шейін қалай келді, қай жақтан келіп жатыр, білмейсің. Ең басы ниет екен бізде. Сондықтан да үлкен даладай салып алуға болады екен, ең басы күшік, уайымдамай. Оны салуың керек, ол қымбат қой қазір, ананы әкелуің керек десең, ол жүре бересің. Проблема болады, қиындата береді. Ал өзіңіз әрқашан күйіңіз жеңіл өтеді, барлығы жақсы өтеді деген өзіңізде настрой болса, үйіңіз тезірек бітіресіз, алға қойған мақсаттарыңызға тез жетеді екенсіз, соны айтқым келеді. Один мудрый старец сказал: целый день ты ходишь, работаешь, думаешь, видишь, слышишь, ешь. Все части тела работают на тебя. Руки, ноги, глаза, уши, мозг помогают тебе делать те или иные дела. А ночью, когда ты спишь, они отдыхают. Все они находятся в покое. Но есть одна часть тела, которая круглые сутки работает на тебя без остановки. Это твое сердце. Поэтому, когда твое сердце чего-то хочет, не обижай его. Дай ему то, что оно хочет.